Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздермен 40 қабаттан капустадан бәліш әзірлейміз. Қамыры өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Менімен бірге болыңыздар. 30 минутта дайын болатын бәліштер. Ол үшін бізге қажетті заттар: сары май, қаймақ, жұмыртқа, қопсытқыш және де ұн, шымшым, тұз қажет болады. Ең алдымен бөлме температурасындағы майымыз бен қаймағымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Оның үстінен 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, үстінен ұнымыз бен қопсытқышымызды және тұзымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыздың июі қанғанша біз бәлішіміздің салмасын дайындаймыз. Ол үшін 40 қабатымызды жіңішкелеп турап аламыз және жуамызды, пиязымызды да жіңішкелеп тураймыз. Сәбізімізді мен осылай теркадан өткіземін. Мінекей біздің салмаларымызды дайындап болдық. Енді осы салмаларымызды жақсылап қызып тұрған майда қуырып аламыз. 40 қабатты ең алдымен қуырамыз, жақсылап. Оның үстінен сәбізімізді салып қуырамыз, пиязымызды араластырамыз және тұзымызды сеуіп, барлығын қызарғанша жақсылап қуырып шығамыз. Ал енді тынып тұрған илеуі қанған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп дайындап, домалатып, бетін жауып қойып қоямыз. Салмамыз дәл осындай түстес болуы қажет. Енді қамырымызды осы видеода көрсетілгендей етіп қолмен жайсаңыздар да, оқтаумен жайып шықсаңыздар да болады. Ал енді бәлішіміздің ортасына салмасында салып, осындай бәліштің формаларын келтіріп, жасап, дайындап шығамыз. Дәл видеода көрсетілгендей жасасаңыздар болады, болмаса өз қалауларыңызша бәліштің формасын келтіріп жасасаңыздар болады. Осылай дайын болған бәліштеріміздің үстіне жұмыртқамыздың сарысы мен ағын жақсылап жағып, 180-200 градусқа 20 минутта пісіріп аламыз. Мінекей, біздің өте дәмді бәліштеріміз дайын болды. Тіл үйіреді, өте дәмді, нәзік, нағыз песочное тесто болып шығады. Үйдегілерге жасап беріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.